Сәлем достар, сіздермен осындай күшті қожықтың рецептісімен бөліскім келді. Жасап көріңіздер, өте шығыны аз, тойымды әрі дүкеннен қарағанда 10 есе артық. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге 330 грамм айран керек болады. Қолдың айраны, я болмаса 3/2 айранын қолдансаңыздар болады. Мендегі 2/5 айраны өте сұйықтау болып кетті. Осылай 10 грамм ас содасын салып жақсылап былғайсыздар. Көпіріп реакция беру керек. 270 грамм шекерімізді салып жақсылап былғаймыз венчикпен. Шекері еруі қажет. Көріп тұрғандарыңыздай содамыз бізде осындай көпіріп реакция берді. Көрініп тұрған шығар, кішкене болса да. 125 грамм кез келген сұйық майды қоса берсеңіздер болады. Иісі болмаса болды. Тек 650-670 грамм ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Мен 3 бөліп қамырымызды иледім. Үстіне 10 грамм қопсытқыш саламыз. Венчикпен, я болмаса қолдарыңызбен елесеңіздер болады, жаймен деп. Үшінші бөлігін салдым мен. Қамырымыз жабысқақты болғасын 30-50 грамм кішкене ұнымды алып, тағы да бір елеп шықтым. Соның өзінде кішкене қамырымыз жабысқақтау болғасын, құттай ұн сеу жеріп, тағы бір қолмен елеп алдым да жайдым. Қалың қылғыларыңыз келсе қалың жасайсыздар, жұқа жасағыларыңыз келсе жұқа қылып жая берсеңіздер болады. Кез келген үйде кесе, кружка болса да дөңгелетіп жасай бересіздер. Мендегі форма болды. Үйде жандары ерек осындай форма алдым мен. Осылай дөңгелетіп алай бересіздер. Жүрек неше түрлі форма болса жасай берсеңіздер болады. Мен орташасымен алдым. Үлкен жасайтын болсаңыздар кішкене 30-35 штуктай шығады. Шамамен менде 40-45 штуктай шықты. Орташа жасадым. Үлкен қылып жасайым десеңіздер өз қалауларыңыз. Осылай противендерімізге жайғастыра береміз қожықтарымызды. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 170-180 градуста пісіріп аласыздар. Үстіне шекер, я болмаса жұмыртқа жағып, үстін ерек қылып вилкамен сызып алсаңыздар болады. Мен ештеме сепкен жоқпын, ештеме жаққан жоқпын. Өз қалауларыңыз. Пешімізді қыздырып қойдық та, осылай 20-25 минутта пісіріп аласыздар, қарап тұрып. Әркімнің пеші арғалай суытып жей бересіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.